Ассалаумағалейкум. Бүгін мінекей 3 қазан 2025 жыл. Құдайға шүкір, бүгін жаңа түске дейін керемет өткіздік. Шығыс шақырады форумын. Осында Шығыс Қазақстан облысының әлде де қазір енді міне сағат 3 болды ғой. Түстен кейін де келіп жатқан адамдар бар. Сондықтан олардың барлығын әлде де қабылдап жатыр. Мінекей жаңа түскі үзіліске бардыра келді. Енді қалай айтсақ екен, бүгін таңертең адам өте көп болды. 701 адам кепті. Жаңа бізде барлығын санап шықты. Оның ішінде бірақ келген 39 адам да бар. Жаңа Шығыс Қазақстан облысынан 701-ден 39 алып тастаған дұрыс болды. Сонымен бүгін адамдар өте көп болды. Түске дейін қарбалас болып, сұрақтарын айтып, шынайы келді. Шығыс Қазақстандағы жаңа әкімшіліктен келгендердің бәрі де ризашылығын білдіріп жатыр. Бұл жасанды жаңа массовканы әкеліп қоя салу емес, шынайы, таза, жаңағы кімнің көші-қон саясаты бойынша кімді қызықтырды, солардың өзінің ғана келгені анықталды. Одан бөлек қазір енді жүргіз оператор көрсете бір. Қазір де мінекей жаңа келгендерді қабылдап жатыр. Бұл кісілер мектеп директорлары. Кеш бізден қазір сұрақ көрейік. Саламатсыздар. Сізде қандай сұрақ бар еді? Менде балдарымды жұмысқа жайғастыру. Балам военный, 5 жыл болды істеген. Ересек балалар ма? Оқушы балалар емес пе? Оқушы бір балам бар, қызым бар. Бұл кісілер мектеп директорлары ғой. Мен соны қай жерге жайғастырам деп, соны білмегеннен кейін кеп тұрмын. Қазір айтасыз. Сіздерде, мен бұл кісілерден сұрасам бола ма? Өзіңіз таныстырып жүрсеңіз. Мен ұстап тұра берейін. Мен Шығыс Қазақстан облысы Тарбатай ауданы Қамысты деген ауылдан келіп тұрмын. Өзіңіз қандай қызмет қаласыз? Мен сол жердегі мектеп директоры болып қызмет атқарамын. Мектеп директоры қандай сұрақпен келіп тұр Шымкентке? Біз бұл жерге келіп тұрған кезде ауылдың ең бірінші ауылдың жағдайы, сонымен қоса жаңағы маман тапшылығына байланысты мынау көші-қон бағдарламасы бойынша ауылдарға жаңағы халықты қоныстандырамыз ба деген мақсатпен келіп тұрмыз. Мүмкіншілік болғанша көп балалы ата-аналар, да? Әрине, мүмкіншілік болғанда болғанда оқушылар көп болу үшін. Әрине солай. Мұғалімдерге, болып істеймін дегендерге де жұмыс бар ма сонда? Бар. Қандай көмектер бар, оларға қандай сіздер жақтан қол үшін созулар бар, бағдарламалары? Ол жерде бізде жаңағы үй мәселесімен, содан кейін ең алғашқы барған кезде отын мәселесімен, тағы да басқа қандай көмектер қажет болады, соған көмек береміз. Қазір қыста барып қалса соғым сойып бересіздер ме? Әрине соғым сойып береміз. Әзіл ғой, әзіл. Соймасаңыз да бола береді. Сіз де өзіңіз таныстырып берсеңіз. Алмай ақ қойдым. Алмай ақ қойын ба? Неге? Құлаңыз көріп қалып айтамын, неғып жүріп жақта? Көріп қойып айтады. Жарайды, алғара жоғарыға көтерілейік. Мінекей екі мектептен келген директорлері, екі мектеп директоры келген екен, жаңағы Тарбағатай ауданынан. Ол кісілерге мектепке оқитын, жаңа айтады, бала саны азайып кетті, қатты, мектебіміз жабылып қалуы мүмкін. Сондықтан осы оңтүстіктен тұрғындарды шақырып жатыр, жаңа көші-қон саясатының бағдарламалары бойынша. Ал қазір бұл жерде өтіп жатқан іс-шара, бұл енді Шығыс Қазақстан облыстық әкімшілігінің бизнес оңтүстік бизнесмендермен кездесуін өткізу шарасы. Бұл жерде Альмира ханым, бізге де бір ауыз айта салыңызшы, өзіңіз таныстырып жүріп. Енді мен Шығыс Қазақстан облысынан келген делегаттар құрамындамын. Өзім Шығыс Қазақстан облысы бойынша жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқарманың басшысымын. Аты жөнім Альмира Аскерханқызы Мусинова. Енді түске дейінгі шара қалай өтті? Енді айтарым, өте ризамыз. Сіздерге көптен көп рахмет. Түске дейінгі өткен шараға 700-ден астам адам қатысты. Бірақ енді өте көп қызығушылық танытқан азаматтар болды. Біздің Шығыс шақырады бағдарламамызға қызығушылық танытып, көптеген сұрақтарын қойып, шығысқа ниеттеніп көшеміз деген азаматтардың саны да көп болды. Әсіресе ең көп қызығушылық танытып жатқан ол Қатонқарағай ауданы. Енді ойлаймын, осы біздің Шығыс шақырады бағдарламасы негізінде біздің шығысқа оңтүстіктен көптеген адамдар көшіп келеді. Осы көші-қон бағдарламасымен біздің шығыс өңірінің адам санын көбейтіп, шекаралас өңірге өз үлестерін қосады деп сенемін. Бірнеше аудан әкімдері келген екен, аудан әкімі орынбасарлары, олар бәрі жаңағы қатысқан адамдар тізімдерін бәрін жазып алды ма? Келеміз деген ниет қылғандар? Міндетті түрде, және үлкен бір кездесуден кейін, біздің бағдарламамызды түсіндіріп өткеннен кейін бізде бос орындар жәрмеңкесі өтті. Сол жәрмеңкеде әр аудан әкіміне келген ниеттенген азаматтар өздерінің сұрақтарын қойды. Міндетті түрде біз білімі бойынша, отбасы жағдайы бойынша телефон номерларын бәрін жазып алып қалдық. Енді қазір өзіміз
біздің елге қайтқаннан кейін әр аудан бойынша толыққанды ақпараттарды бұларға жіберіп, үйлердің қай жерде бар, қандай бағада сатылатын бәрін белгілеп, бұл кісілерге толыққанды жағдай жасайтын боламыз. Бізге шығысқа көшіп келуге. Ал енді түстен кейін қазір қандай шара болып жатыр? Ал енді түстен кейін қазір біз осы Шымкент қаласының инвесторлары, Шымкент қаласының облыстық мәслихатының депутаттарымен кездесуге дайындалып отырмыз. Енді осы көші-қон бағдарламасымен бірге қоса біз екінші бағытымыз алып жүрейік деген бағытымыз. Осы бизнесмендер, шығыс оңтүстік өңірінің бизнесмендері біздің шығысқа келіп ниеттеніп өз кәсібін ашамыз деген азаматтарға бүгін біздің аудан әкімдері, аудан әкімінің орынбасарлары осында сұрақтарына жауап беріп, өздерін біздің шығысқа тартуға ниеттеніп келіп отыр. Альмира ханым, сонда сіздерге жаңағы өңірге инвестиция тарту сізге жауапкершілікке берілген бе? Бізге жауапкершілікке берілген жоқ. Біз енді өзіміз мемлекеттік қызметкер болғаннан кейін, сол шығыс өңірінің тумасы болғандықтан кейін, осы бағдарламаны алып жүргеніп, елді мекендерді аралап жүргендіктен кейін, енді жанашыр ретінде неге осы шараны қоса алып жүрмеске? Әмбедеме біздің делегаттар арасында үнемі бізбен аудан әкімдері, аудан әкімнің орынбасарлары жүреді. Соларға біз осылай жиналған кезде мүмкіндік өз әріптестерімізбен келісіп, не сіздер секілді жанашыр азаматтармен бірге кездесіп, неге біздің әкімдерге осындай мүмкіндік бермеске? Біздің шығысқа қосымша инвестиция тартуға. Сіздерге идея айтуға бола ма? Ұсыныс. Әрине. Болады. Мен айтайын деген мынадай, мен бұның алдында Иранда, Түркияда болдым ғой бірнеше рет. Сол кезде Иранда барған кезде Тебриз қаласында болдық, одан да басқа қалаларда болдым, индустриал аймақтарда. Қазір Иранда су тапшылығы кереметтей болып жатыр. Көптеген кәсіпорындар тоқтап қалу алдында. Соның ішінде жаңағы шырын өндіретін басқа да зауыттар бар тұғын. Солар жер жаһан іздеп, сонда Алматыға келді. Алматының өзіне көріп ғашық болып жатыр да. Оларда ондай табиғат жоқ, расын айту керек. Таудың бәрі тап-тақыр. Сіздердегідей тұнып тұрған орман жоқ. Егер жаңағы сіздерден әкімшіліктеріңіз рұқсат беріп жатса, біз ұйымдастырып, сол жақпен келісіп, жаңағы индустрия интеграция министрлігі бар ғой олардың, солармен мен сіздерді қосып берсем, барып сол жақтан шақыруға инвесторларды қалай қарайсыздар? Енді бізде бұл саламен айналысатын құзыретті мемлекеттік органдар бар. Мен өзім бұл саламен тікелей айналыспаймын. Сондықтан сіздің сәлеміңізді, сіздің ұсынысыңызды мен міндетті түрде өз әріптестеріме жеткіземін. Сондықтан егер оңтайлы шешім шығарылатын болса, әрине мен сізге қолдау көрсетіп, сол азаматтарды сізбен тікелей байланыстырғанға дайынмын. Біздің өңірде айтып көрген, бұлар құлақ аспатты, аспаса қойсын, кімге керек емес, кімге керек. Сіздерге керек болып отқан болса, мен ұйымдастырып беруге дайынмын. Хабарласамыз, сөйлесеміз. Шығыс өңіріне әрине керек. Барып сөйлесерден алдын бірінші сіздерге контакттарын беремін, сөйлес. Әзербайжандар көбісі. Тебриз деген Әзербайжан ғой. Шығыс Әзербайжан провинциясы. Сөйлес, қазақшада түсіне береді. Сөйлесуге болады, шақырсаңыз олар келеді алдынара. Барлығын келісіп, одан кейін барып оларға жаңағы әр остан дейді олар, облыс, республика ғой, жеке республикалар, бірақ остан. Әр останның министрлерімен жолығып, сол жерде форум жасауға болады. Өйткені менің байқағаным мынадай, біздің қазір мысалы Шымкентті алсам өзім, Шымкентте 5 индустриал аймақ бар. Барлығының жалпы өнімі 730 миллион доллар. Ол жерде Тебриздегі бір индустриал аймақта 200 кәсіпорын бар, ал негізгі обороты 5 миллиард доллар. Мерседестің запчастарын шығарады тіпті. Өте керемет екен. Сондықтан мен айтпақшы едім, соларды неге шақырмасқа өзіміздің елге? Қазір ол жақта қиналып жатыр. Су жоқ. Дұрыс айтасыз, енді біздің шығысқа да инвесторлар келмей жатқан жоқ. Жан жақтан инвесторлар біздің шығыс Қазақстан өңіріне өте көп қызығушылық танытып жатыр да. Біздің инвестициялық жобалар аясында облысымыз қарқынды дамып та жатыр. Бірақ енді қосымша келеміз дегендер болса, әрине мен өз әріптестеріме сіздердің сәлемдемелеріңізді міндетті түрде жеткіземін. Рахмет, Альмира ханым. Сізге бұны ашық ұсынып атқан себебім, сіздер қазір енді міне сіздер шақырған Шымкентте біздерміз ғой, әшейін қоғам белсенділері, қоғамдық ұйымдар, мемлекеттік емес. Көп жерде, мысалы мемлекеттік чиновниктерге біз айтамыз ғой осыны, инвесторды осылай қылуға былай қылу. Олар қызғана ма, жоқ әлде көре алмай ма, неге идея менен шықпады деген сияқты. Соныңыз ба? Содан кейін олар қасарысып, ақыр менің идеям болмаса істеткізбей ақ қояйын. Ол Шымкентке болсын, шығысқа болсын, пайдасы тимесе тимесін, менен болмағаннан кейін пайда тимей ақ қойсын деген саясат жүріп жатты. Мен соған қайран қаламын. Сіздер ашықтық білдіріп жатқаннан соң сізге айтып жатырмыз. Шақырайық. Қаласаңыз Қытайда да шақыруға болады. Мен Қытайда да болып көргем, мен бірнеше идеямыз бар айтып жатқан. Егер іске асырамыз, кезінде біз Даниял Кенжетаевич Ахметовпен екеуміз біраз жақсы істесіп едік. Бірақ ол кісі кетіп қалды ғой. Көптеген идеяны жақсы қарсы алған еді. Мен бүкіл Қазақстанға айтамын,
естеріңізде ме біз бір келген кезде сіз есіңізде ме жоқ па Даниал Кенжетаевичқа келген кезде біз бір инновациялық технологияны алып келгенбіз, соны шығыста сіздерде сүт өндіру, ет өндіру мықты ғой. Сосын солар қабылдамақшы болды. Мен қазір бүкіл Қазақстанға айтып жатырмын. Сол кезде біз санап шыққанбыз, бүкіл Қазақстанда қазір есімде жоқ қанша екені, бір 20 миллиард доллардан астам жерлер бар ғой, шаруалардың жерлері залогта тұр. Мысалы айталық, сіз шаруасыз, мен банкпын, сіздің жеріңізді алдым, ақша бердім, сіз алдыңызда кредитіңіз $1 миллион алдыңыз, кредит жауып жатсыз, дұрыс па? Сіз 800 мың доллар жауып қойдыңыз, 20 мың доллар қалды, бірақ сіз до конца төлемейінше мен сізге жерді бермеймін. Яғни 800 мың доллардың жері обороттан, бизнес обороттан шығып қалды. Шығып қалады, Соны біз Даниал Кенжетаевичқа айтқан кезде сіздерде жаңа әкімшіліктің ішінде үлкен залда ол кісі жинап отырып, дәкең жинатты, ұрысты. Мына технология бар. Казагрофинансқа айтты. Казагрофинанс. Сен мынау агрокредитный корпорация. Екеуің бір-біріңнің қызысыңдар ғой. Агрокредитный корпорация мына кісіге шаруаға ақша берейін десе 800 мың доллар босады ғой. Жерді сен ұстап отырсың. Өйткені 200 мың доллар төлесін, содан кейін берем деп. А мына жер 800 мың обороттан шығып қалды. Екеуің бір-біріңе гарантия бол, мынау ақша берсін 800-ге де. Өйткені мына шаруаға тағы да ақша керек деп фермерге. Бермесеңдер, екеуіңде давай Шығыс Қазақстан нарығынан шығыңдар деді. Бірден берді. Мен сондай шешім тапқан үшін ол кісіге ырза болдым да. Ол шешімді мысалы қанша облыстың әкімдеріне біз айтамыз, олар түсінбейді, қақпайды. Бос қақпайды. Мен айтамын, сенде де сондай шаруалар бар. Ақшасын гастетіп қойған бір 10-20% қалды. Миллиардтаған доллар банктың қолында отыр. Бірнеше банктардың қолында. Сондай шешім тапқаннан кейін біз ол кісіге мынадай ұсыныс жасаған едік. Мысалы Қытайда Шэньчжэньге барған кезде жаңағы Гуанчжоудың шекарасы ғой. Қытайда біз мынадай идея, бұны мен өзіміз осы облысқа да әкімге де айтып жатырмын, қалаға да, бірақ жүрмей жатыр. Мен сізге айтайын деп жатқан мынадай. Қытайда Шэньчжэньде шағын өндіріс құралдарының несі болған, выставкасы, соған бардық. Яғни ол 300 мың, 400 мың теңгеге дейінгі оборудование. Мысалы, түймеңіз бар ғой. Біреу түйме шығарады, біреу булавка шығарады, біреу ручка, біреу паста, әрдеңе шығаратын станоктар бар. Өндіріс. Сол станоктарды өндіретін мекемелер бар. Біз оларға айттық, Қазақстанға шақырсақ келесіздер ме? Келеді, мысалы. Ол 300 мың, 400 мың, яғни 3 миллион теңгеге дейінгі банктер без залога кредит бере алады. Егер мысалы айталық, осы сізде Шығыс Қазақстанда выставка болса, мен Даниал Кенжетаевичқа айтқан нәрсені айтып жатырмын қазір сізге. Осы зал болса, осы жерге шақырсақ, жаңағы жүздеген Қытай заводтың өзі келеді. Олар өзінің станоктарын бәрін қояды, оборудование. Сіздер жұмыссыздардың бәрін әкелесіздер, олар жүреді, оборудование көреді. Мысалы, біреу шеге шығарғысы келетін шығар. Ол ары кетеді, біреу қолғап шығарғысы келеді. Ары кетсе $1000, $2000, $3000, $4000 станоктар, шағын ғана. Яғни үйінде, гаражда, балконда істейтін бизнесті, оған орын керек емес. Келеді, алмақшы болады. Мысалы айталық, 300 мың теңгелік станокты алды. Жаңа түйме шығаратын. Сізде цехтар болса, соған айтады, мен сенің түймеңді мен шығарып берейін. Не қыласың? Қытайдан басқа жақтан шауытып алды. Станокты 300 мыңға алды. Қытай оған сатты. Енді ана жерде ақшаны алу керек қой. Банкке барасыз да сіз, прямо сол бір жерде. Банк сізге 300 мың теңгені Қытайдың аударады компаниясына, станокты сіз аласыз. Сіздің станогыңды лизингтеп ол өзіне залогқа алып отыр біріншіден. Екіншіден, жаңа беззалоговый кредит ретінде де бере алады. Берді, сіз алдыңызда кеттіңіз үйіңізге. Істедіңіз біраз уақыт, ұнамады. Әкелесіз, ана Қытайға қайттан өткізесіз, уже уценкамен. Ол Қытай сізге 300-ге сатқан, уже 200-ге сатады. Сіз басқа нәрсе алып көресіздер. Бір бизнесті алып жүргізіп кету деген оңай емес қой. Бір бизнестің мысалы ұпайын ұтқан жерге келгенше адам бірнеше қате жасап үлгереді. Сонда біз шанс берер едік деймін де, мен айтып жатқаным. Бүкіл өңірлерге. Ондай да идеяны іске асыруға бола ма сіздерде? Дәкең кетіп қалды өкінішке орай. Әрине болады деп ойлаймын. Себебі біздің қазір Шығыс Қазақстан өңірінде де Қытай Халық Республикасымен жалпы инвестиция тарту бойынша көптеген меморандумдар жасасқан. Енді ол ірі меморандумдар ғой. Ірі меморандумдар болса да, енді мен жаңа айттым ғой, біздің өңір инвестиция тарту бойынша қарқынды дамып келе жатыр. Сондықтан небір жақсы бастамалар болатын болса, мен ойлаймын, менің әріптестерім оны көзден былай тыс қалтырмай, міндетті түрде ары қарай алып кетуге біз дайынбыз. Тек қана бізге шығысқа келсін, жұмыстарын көрсетсін, бағыттарын бізге бірге алып кетейік деген ниеттері бар болса, жақсы. шығыс әрдайым дайын. Одан бөлек сіздерде жаңа бизнесмендердің де продукцияларын әкеліп осы жерге реклама жасауға бола ма Шығыс Қазақстан? Өткенде сіз өзіңіз бізге шығыс өңіріне келген кезде мен бір сіздің сюжетіңізді көрдім. Біздің Восток молоконың клегейін, майын, ана ірімшігін көріп, сіз өзіңіздің бағаңызды беріп жатырсыз. Мен сол сюжетіңізді сіздің көріп, сондай бір марқайып отырдым. Біздің Шығыс Қазақстанның енді брендіне айланған ғой сол Восток молоко. Енді сол секілді кәсіпорындар бізде көп. Жақсы. Бірнеше кәсіпкерлер естіп, соны көріп, айтады, біз өз жаңағы осы асхана жасайтындар. Мен айтып еді, сіз кімнен істейсіз, мына мен істейді. Восток молоконы көрші деп. Сосын біздің менеджерлер көрді, жаңағылар дейді, закупщиктер.
айтыр еді керемет сөйтіп восток молокоға өтіп жатырмыз деді. Восток молоко бізде ал етіп жатса сіздерде кешсін. Шымкентте Восток молоконы разве сатпайды ма? Өте кем екен. Мен білуімше, по-моему, Восток молоко кеңімен Қазақстан бойынша тараған. Жоқ, Бар бізде кем жерде екен. өзінің Сіз немелері көріңіз, бар, филиалдары бар. Қарап көріңіздер, бізде Да? өте аз екен, иә. Восток молоко продукциясы. Мен онда- Біз сондықтан Беларусиянікін алып жүрміз да, а Восток молоко Беларусияның өнімдерінен кем емес екен. Кәсіпорынның директоры Сайлаубаев Силжан Жиренш қайтып барайын онда. Айтып барыңыз. Жалғыз ол кісі емес, бірнеше сіздерде сондай өнімдер бар ғой, солар келіп осы жерде выставка жасаса, біздің тұрғындар Жақсы. көрсін, сіздерде жақсы сапалы өнім бар екен. Беларусиянікін алып жатырмыз. Қайтеді? Беларусияның шұжығын, Беларусияның майын, ірімшігін, жаңағы сыр ірімшік емес пе? Барлығында сүт өнімдерін сапалы. Баяғы Совет еліндегідей Жақсы. сапалы өнімді. Жақсы. Сондай жасақ болады ғой яғни. Иә, болады. Ұсынысыңызды міндетті түрде жеткіземін. Ашық екенсіздер барлығы жағынан көреді. Мінекей осындай іс-шара сіздермен болған Бақытжан Көпбаев, сау саламат болыңыздар.